Бану Ғалиқызы, сәлеметсіз бе? Көрмеге кәсіпкер ретінде келгеніңіз үшін көп рахмет. Өзіңіздің кәсібіңіз туралы айтып берсеңіз бізге. Саламатсыз ба? Бүгін енді 3-ші күн ұлттық өнім көрмесі Астана қаласында өтіп жатыр. Соған дейін біз жаңа қатысып, өзіміздің Ақтөбе облысындағы кәсіпкерлік жұмысымызды өшірге көрсетіп, мысалы Ақтөбе облыске 8 жыл болды бізге марал әкеліп марал өсіріп жатырмыз. Керемет. Маралдың өнімі тұқайынан, мүйізінен бәрі деген емге кетеді. Ол деген 18 ғасырдан бері ондай немен Қытай мен Корея сонымен араласады. Енді өзіміздің елімізде марал бар. Маралдың өнімі өте емге жақсы. Ол маралдың қанынан біз қазір пантогематоген жасаймыз. Ол деген ішінде 65% магний бар, 18 аминокислотасы бар. Ол өте жақсы иммунитет көтереді, күш-қуат көтереді. Шаршап, ауырып, операциядан кейін шыққан, біраз емге өте жақсы. Қазіргі мезгілде бізде Ақтөбеде санаториямыз бар. 120 адамға дейін күніне принимать ете алады. Оның ішінде бізде реабилитация бар. Көп салалы жаңағы ауру емдеуге болады. Мынандай сұрақ, менің кішкентай қызым бар, 11 айлық. Кішкентай балаларға оны ішуге болады ма? Оны ішуге болады 3 жастан бастап. 3 жастан бастап бір қасықпен, шай қасықпен күніне 1 рет. Өте жақсы. Енді бұл деген өзіміз шығарған жоқпыз. Бұл деген научная работа профессор Павленко 1928 жылдан бері жазылған научный жұмыстармен соны жасап жатырмыз біз қазір. Қатон-Қарағайдан әкелдік қой біз маралды. Енді 8 жыл болды, өнді, өсіп жатыр. Басында 150 марал әкелсек, қазір 400 маралымыз бар. Ал негізі бұндай кәсіпті бастауға қалай шештіңіз? Енді мен өзім дәрігермін. 1984 жылы Ақтөбеге келіп жұмыс жасадық. Өзім жолдасым мал дәрігері. Енді егемендік алғанда 91 жыл өте қиын уақыт болды. Уақытымен ақша болған жоқ алатын. Даже нанға ақша таба алмай отырған мезгілдер болып қалды. Сосын біз просто жаңа кішкене қолда болған заттарды сатып, бір кішкене бірдемен етеміз дедік те, содан кейін 92-93-те мен уже кәсіпкерлікке жайлап кете бердім. Онда деген челночный бизнес қой, былай айтқанда. Одан кейін ИП аштық, ТО аштық. Жаңағы тоже услуги деген жаңағы парикмахерский сондайлар болды бізде. Мына бизнесті 2016 жылы жолдасым қалада тұрдық қой, енді Ақтөбенің өзінде. Жолдасым айтты, ауыл жаққа көшейікші. Өзім мамандығымды бір крестьянский хозяйство ашайық, мал өсірейік. Мен айттым, сиыр қой бағуға бармайым. Енді бір ерекше, бір жақсы инновационный бір какой-то бизнес болса, онда көрерміз деп. Біз өзіміз 2008-ден бастап Қатон-Қарағайға барып, емге барған адамбыз. Соны көргеннен кейін, енді адам көргенін жасайды ғой. Содан кейін жолдасым айтты, марал әкелсек қалай болады екен? Мен оған сразу айттым, марал әкелсең, мен өзім мамандығым сол маралды өсіріп, оны өндіріп, қандай екен, изучать етіп соны жасайын. Айттым, марал әкелетін болса, онда санаторий салу керек. Мысалы, уже білеміз ғой, тұқайына мүйізінен дейін бәрі продукция жасауға болады. Қазіргі мезгілде бізбен 2 университет жұмыс жасап жатыр. Марат Успанова біздің медакадемия, жас маман, докторский біздің деген пантогематоген докторский защитасын жасап, қазір деген проекттер шығып жатыр журналдарға, научныйға. И медакадемия Асфандиярова Алматы қазір бізбен научный жұмыстар біздің продукциядан, маралдың өнімінен дәрі шығарады, витамин шығарады. Балдарға детский витаминдар. Қазір біз еще мына маралдың қанын қосылған, сосын маралдың мүйізін вытяжкасы қосылған сабын шығарып жатырмыз. Ол деген кожный высыпание, кожные заболевания, дерматит, псориаз, детские раздражения, соған өте күшті. 3 күн көрмеде жүрсіз. Көрме сіздің ойыңызша қалай өтіп жатыр? Көрме өте жақсы өтіп жатыр. Мысалы деген талай көрмеге біз шығып жүрміз. Палата Атамекеннен де шығып жүрміз. Мысалы, енді өзіміздің дамытқан өніміміз ғой. Оны елге жеткізу керек біз. Ел білу керек. Но көрме биыл өте ерекше жақсы жасалынған. Мысалы,
адам өте көп болды. Мына облыспен бөліп, әрбір облыс өзінің жаңағы өзінің облысындағы бар ерекшелерін көрсетіп атқаны өте жақсы. Мысалы деген әкелген продукция біз почти бітірдік, уже дым қалған жоқ, но бізге өте жақсы, өзіме ұнап тұрғаны, ел көбі біледі екен. Білет келіп уже деген, бұл Ақтөбе ма, бұл Ақтөбедегі Марал ма деп жаңағы. Жақсы, сұхбатыңызға көп рахмет. Алдыңызға қойған бизнестегі мақсаттарыңызға жете беріңіз. Рахмет. Дами берсін кәсібіңіз. Істеріңізге сәт. Рахмет. Ой, рахмет сізге. Сау болыңыз. Мирбулат, добрый день. Очень приятно. Благодарим вас за то, что вы участвуете на выставке «Ұлттық өнім». Пожалуйста, расскажите немного про ваш бизнес, чем вы занимаетесь. Мы являемся производителем молочной продукции, или, грубо говоря, переработчики молока. С 2015 года когда-то приобрели закрытый завод уже старый, 90-х годов, построили американцы. Мы его с аукциона приобрели в национальной компании «Казхром» и начали вкладывать деньги в восстановление, в развитие. Вот уже 10 лет как инвестируемся в него. А как ваш бренд называется, не подскажете? Milky Land. Milky Land называется бренд предпринимателя. Немного про себя можете рассказать? Почему вы начали заниматься бизнесом? Путь у меня 25 лет. Из них с 20 до 30 лет я работал в найме, строил карьеру, выстроил карьеру до генерального директора группы компаний. Вот. Ну, это был бизнес, естественно, тоже, поэтому за период карьеры получилось изучать, вникать в различные виды бизнеса, вообще, что такое бизнес и так далее. Сам я изначально как бы финансист по профессии, работал в банках в том числе. Вот. Ну вот к 30 годам созрел, чтобы создавать свои виды бизнесов. Подбор кадров – это такой важный момент. Как вы подбираете сотрудников качественных? Есть ли в регионе вашем Актюбинском хорошие качественные инженеры? Ну, смотрите, значит, с точки зрения производства, да, это основа бизнеса. В данном случае инженера, механики, такие важные, электрики, энергетики, востребованные специалисты однозначно для производства. Скажем так, по наитию мы их нашли в сельских местах. Так как вообще сам завод стоит не в самом городе Актюбе, а Хромтау город, Актюбинская область, моногород. Но все работники у нас не с Актюбе, а с различных сел. То есть наученные практическим опытом люди, которые умеют даже больше, чем кто где-то, может, учился в серьезных университетах и так далее. Получается, ваша первая выставка «Ұлттық өнім» или вы ранее тоже участвовали? Нет, мы первый год решили поучаствовать. Первый год, да. И как вам впечатление по выставке? Ну, очень такое, скажем, позитивное, особенно потому, что за 2 прошедших дня мы очень много, лично я сам пообщался непосредственно с населением столицы, которое высказывало все свои мнения. Это очень богатый опыт, который мы получили. Практически за 2 дня мы узнали о потребностях, спросе, предпочтениях населения. А также коллеги, очень много коллег, с которыми много обсудили различных профессиональных проблем, вопросов. Мирбулат, благодарим вас за то, что вы участвуете на нашей выставке «Ұлттық өнім». Желаем вашему бизнесу успехов, процветания, чтобы все поставленные цели ваши в бизнесе достигались, и удачи вам. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо. Рахмет. Куаныш, салам алейкум. Благодарим вас за то, что вы участвуете на нашей выставке «Ұлттық өнім», которая уже 8-я по счету. Подскажите, ранее вы участвовали? Ранее мы не участвовали, это наша первая выставка, получается, «Ұлттық өнім». Как вам впечатление? Впечатление вообще супер.
организация прям на высшем уровне. Расскажите немного нашим зрителям про ваш бизнес, чем вы занимаетесь, как ваш называется бренд. Наша компания, получается, называется «Моя ферма». Мы производители натуральных молочных продукций по городу Астана. Производим в Акмолинской области, но наши потребители – город Астана. В каких магазинах можно увидеть вашу продукцию? Наши магазины в основном в больших магазинах. Магнум. Это сети, да, Магнумы, Смолы и у двора Фермаги магазин. Так как у нас фермерская продукция, мы в основном работаем с фермерскими магазинами. Но большие сети мы тоже заходим. Немного, пожалуйста, расскажите про себя, чем вы ранее занимались, почему решили перейти в бизнес. Ну, если про меня говорить, я вообще сам работал раньше в госорганах. Системный человек, да, 17 лет проработал, а после этого в найме, получается. После этого я решил, что, оказывается, надо дальше развиваться. Да, Там уже потолок я дошел и пошел в предпринимательство. Вначале, конечно, это было в 2019 году, когда мы начали вот только. У нас это семейный бизнес, мы с супругой начали этим заниматься. Супер. Да. И после этого, ну, было, честно скажу, в 2019 году очень тяжело. В 2020, наверное, еще сложнее было. 20 это был, знаете, вот, кстати, здесь были подкасты, здесь были форумы. Я участвовал, слушал у своих коллег, получается, да, предпринимателей. Кто-то именно в 2019 году, ранее кто-то начинал, мы в 2019 начали. В 2020 году, знаете, коронавирус был, да? Да, такой, конечно. Да, очень Локдаун, такой коронавирус. сложный момент был. И я вот понял, знаете, в 2020 году некоторые компании, некоторые прям очень большой кризис пережили. Но моя компания, мы наоборот. Это был у меня толчок. Говорят же, в кризисный момент какой-то бывает, что кто-то поднимается, кто-то падает. Да. А мы в 2019 году начали, год я сам лично ходил по магазинам, свою продукцию предлагал всем, никто не хотел мою ферму, что за компания, никто про нас не знает вообще ничего. И я раздавал всем визитки свои, что вот мы такие есть, мы хотим зайти в ваши магазины, мы даже в простые магазины не могли заходить, склад у меня пополнялся, и здесь такой момент, получается, коронавирус. Да. Все посты, знаете, да, Да, в то время закрылись полностью. А у меня производство и завод находится прям на территории Астаны, черта Акмолинской области. И как пошли звонки, короче. И у нас прям вот такой ажиотаж, и мы за счет именно вот коронавируса, за счет именно вот этого кризиса, моя компания, наоборот, начала узнаваемой быть. И мы прям колоссально, может, я не скажу во много там, X где-то в 3 мы начали, короче, прям работать. Я сотрудников набрал на работу. Супер. Да, бухгалтерия, у меня логистика увеличилась, производственные масштабы. Вот прям такой момент, это вот моя история, как мы полностью развились и как мы идем потихоньку. Основной этап развития был именно в локдаун, именно во время коронавируса. Получается, это очередной раз доказывает, что все труды, они окупаются. Да. В любом случае, всегда подкидывает судьба какой-то шанс, возможность, да? Да. Как вы подбираете кадров, находите инженеров для своего завода, цеха? Честно скажу, это вообще такой вопрос очень щепетильный и сложный. Да. Мы работаем с аграрным университетом, с ними. Получается, практиканты их именно технологического факультета проходят у нас. Но мы прям, можно сказать, остро нуждаемся в специалистах, потому что технологов очень есть, но мало их найти. И хотя мы и привлекаем хорошей заработной платой, и бонусной частью даем, но я как понимаю, молодежь, сейчас бывает же поколение альфа, да? Как правильно называется? СММ. Да, эти зумеры. Они сейчас, я вообще, как понимаю, на производство даже не смотрят. Но мы стараемся привлекать, где-то сами обучаем даже своих, которые даже без опыта, их учим сами технологическому процессу, правильно, как заквасить айран, йогурт даже самостоятельно, вот это все. Мы вот это все. Как вы считаете, в будущем это грозит кадровым голодом среди производственников? Я, знаете, думаю, наверное,
здесь надо подключиться государственным, потому что без государственной поддержки, каких-то либо субсидий, либо грантов, чтобы, ну, я насколько понимаю, гранты есть в университетах, но здесь какие-то должны быть льготы, чтобы они, когда пришли, специалисты молодые, чтобы они уверенность какую-то чувствовали, Да, наверное, вот согласен. этот момент. И, конечно, сейчас мышление молодежи чуть по-другому. Мы люди 80-х и выше идем. У нас чуть по-другому. Мы любим трудом ходить, прям вот почувствовать элементарно вот этот труд. Ну, у молодежи чуть другое восприятие. Конечно, здесь, наверное, в будущем это скажется. Я так считаю. Бизнес у вас семейный. Как вы делите работу и личную жизнь? Бывают ли у вас со своей супругой какие-то конфликты на почве бизнеса? И как вы это разрешаете между собой? Да, я вам честно признаюсь, семейный бизнес это, оказывается, самый сложный. Да, наверное, когда партнером работаешь, например, извне, легче. Но когда семейный бизнес, это вообще другие отношения. Конечно, здесь большая нагрузка мне идет как основателю, как директору, да, как руководителю. Да, конечно. Получается, в твоем подразделении работают очень много сотрудников, которые являются тебе родственниками. Здесь индивидуальный подход, понятно. честно скажу. Но мне один мужчина, ну, имею в виду, тоже бизнесмен, он мне сказал так. Он говорит, если вы год вместе уже проработали, говорит, это уже какой-то результат. Но сейчас мы уже 6-й год вместе работаем, мы друг друга уже понимаем, они даже знают, что я хочу уже. С полуслова. С полуслова, да. И мы в тандеме сейчас работаем. Конечно, были моменты, когда и тяжелые моменты были, и семейные. Это, наверное, у всех такое бывает. Конечно. Ну, в бизнесе, да. И у нас стоят рамки, получается. Мы сразу это обозначили. В рабочее время мы по работе разговариваем, а в нерабочее, дома мы вообще не касаемся бизнеса. Вообще я диалог не веду насчет этого. Ни с супругой, ни со своими родственниками. Скажу сразу, что у меня и братишка мой родной с нами работает, и родная сестра, она ведет нашу финансовую деятельность. И, ну, и многие другие тоже занимают. Ну, в принципе, мы справляемся, надеюсь, все будет хорошо. Да, я согласен. Но в любом случае, семейный бизнес это на года, на перспективу звучит очень классно. Условно, через 100 лет назвать «Моя ферма» семейный бизнес, это уже по-другому. Аминь. Да. Поэтому желаем вам удачи в вашем бизнесе, чтобы все цели, которые поставили перед собой, достигались. Рахмет вам. Рахмет. Дана Маратқызы, ұлттық өнім көрмемізге қош келдіңіз. Көрме қалай, ойыңыздан шығып жатыр ма? Жылдан жылға өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр деп айтуға болады. Өте керемет, өте ауқымды, шынымен де өте керемет жоба. Сіз химия өндірісі саласы бойынша тауарлар әкеліп отырсыз. Оның ішінде үй тұрмысқа қажетті тұрмыстық жуғыш заттар шығарасыздар. Менің білуімше, сіздер алдымен саудамен айналыстыңыздар, кейін өндіріске көштіңіздер. Ірі қалаларда бұл енді өте қатты проблема бола қоймайды, шын кәсіпкерлік ынтасы бар адамдарға. Ал енді мынау моноқалада дәл осындай деңгейде сіздердің, менің егер қателеспесем, қаладағы бүкіл ресторан, мейрамхана, дәмхана мекемелердің барлығы 80% сіздерден өнім сатып алады, Иә. Қысқа уақыттың ішінде ғана сондай танымалдылыққа жеткенсіздер. Моноқаладағы бұндай жетістігіңіздің сыры не деп ойлайсыз? Жетістіктің сыры бұл талмай еңбек ету, күнде жоспар құрып, сол жоспар бойынша бүгін біз осы кәсіпкерлермен сөйлесеміз, келесі күні осы кәсіпкер деген сияқты соның барлығы бөлініп қойылған. Солардың әрқайсымен кездесеміз, коммерциялық ақпарат жібереміз алдын ала, сол бойынша келісеміз да, ары қарай жұмыс істей береміз. Жоқ, сіздер басында жуғыш заттар сатып жүрдіңіздер. Енді бұл өндіріске көшу деген әжептәуір жауапты қадам ғой. Бұл
сәтті шығуы мүмкін еді, сәтті шықпай қалуына мүмкін еді. Сіздердікі бірден сәтті болып, барлық сұранысқа ие болып кетті, заттарыңыз. Соның сыры қалай деп ойлайсыз? Ең бірінші әрине сапа. Өйткені халыққа 10 жерден қайта жарнама жасай берсе, ол жарнаманың ешқандай пайдасы болмайды, егер де өнім өзінің сапасына сай келмесе. Сондықтан да ол халықтың, кәсіпкердің көңілінен шығу үшін ол сапа деген өте жақсы болу керек. Ол ыдыс жуатын нәрсе, мысалы, ол суық суда да, ыстық суда да жуатындай, ол барлық адамның көңілінен шығатындай сапасы жақсы болса, онда кез келген адам, және де арзан бағада, мысалы, сырттан келген өнімдерге қарағанда біздің отандық өнімнің бағасы да төмен болады ғой. Сондықтан да ол сапасы да жақсы, ақшасы да қалта көтеріліп болғандықтан халықтың көңілінен шығып жатыр сол себептен. Ішіндегі сіздердің өнімдердің қоспалар жөнінде айтыңыздаршы. Әртүрлі ғой, енді химияның аты химия, халықта бұл жерде мәңгі сұрақ мынандай болады. Ол зиянды ма, зиянсыз ба? Анау бүкіл әлемдегі алпауыт компаниялар бар ғой, енді бұл жуғыш заттар шығарумен мыңдаған жылдар, жүздеген жылдар айналысып келе жатқан. Солармен бәсекелес болу үшін ішіндегі қоспаларында бір ерекшеліктер болды ма сіздерде? Жуғыш құралдың құрамында негізі көбісі табиғи өнім оның құрамында, бірақ дегенмен шамалы химиялық қоспалар қосамыз. Бірақтан да оның барлығы рұқсат етілген көлемде, мысалы, өзі химиялық қоспалар ол адаммен байланысты болғандықтан кейін pH деген болады ғой бізде. Сол pH-қа қараймыз біз, соны біз соған сәйкестендіріп жасалады соның барлығы. Және де мысалы сырттан келген өнімдерге қарағанда, мысалы, оларда құрамында кейбіреу табиғи өнім болады, кейбіреуі химиялық болады. Біздікі енді солардың ортасы десе де болады. Адамның денсаулығына ешқандай зияны жоқ оның. Кәсіпорынның жұмысын жолға қою үшін бір қандай да бір кедергілер болды ма? Жоқ, қиналмай бірден жүріп кетті ма жұмыстарыңыз? Өндіріс қой бұл дегенмен, өндірісті жолға қою. Бұл деген, бұл өндіріс болғандықтан, оның ішінде химиялық өндіріс болғандықтан, бұл жерде ғылыми тұрғыда да, мысалы, бұл жерде білімді қажет етеді. Өйткені бұл қанша дегенмен жаңағы жуғыш құрал болғандықтан ол көп жуу керек, ол жақсы жуу керек деген сияқты. Оның иісі болады, мысалы, бір жерде құлпынайдың иісі, бір жерде алманың иісі деген сияқты. Сондай барлығын әдемі үйлестіру үшін, мысалы, сондай барлығын біз көп жұмыс жасадық. Әрине, кедергілер болғанда енді өндірісте кейбір, мысалы, болады, шығарған кезде, мысалы, судың құрамына да қарау керек. Өйткені біз суды фильтрдан өткізіп барып, ол кез келген анау сіз крандағы суды ашып, ондаймен істеліне бермейді. Бұл жерде барлығы таза болу керек. Сондықтан да оның ішіндегі құрамдағының барлығына мән беріп отыру керек. Мысалы, кейбір нәрсені, мысалы, көп болып кетсе, онда да, мысалы, ол бір-бірінен бөлініп, ыдырап, химиялық реакцияны білесіз ғой, мысалы, сол сияқты ол дұрыс шықпауы да мүмкін. Сондықтан да соның барлығы бірдей әдемі болып шығу үшін бұл жерде дұрыс есеп болу керек. Бүгін соңғы күні ұлттық өнім көрмеміздің қандай әсер алдыңыз және қандай оймен кетіп бара жатсыз? Келесі жолы тағы келемін деп жатсыз ба? Жоқ ой, маған болмады бұл көрме деп. Ондай ой жоқ па? Бұл біздің бірінші рет қатысып тұрғанымыз емес қой, біз жылда қатысамыз. Жылдан жылға көрме өте сондай ауқымды, жылдан жылға халық та үйреніп келе жатыр. Жылдан жылға халықтың саны да бұл жерде көбейіп келе жатыр. Бұл жерде және де сіздер жұлдыздарды да шақырып жатсыздар, сахнада ән айтып, насихат жақсы. Бір жағынан, халықтың, мысалы, жаңағы мәдени тұрғыдан да, мысалы, халықтың бір мезгіл шығып, көріп, жаңағындай өздеріне көңіліне ұнайтын біздің ұлттық өнімдерді көріп жатыр да. Біздің Қазақстанда сырттан келген ғана емес, бұл жерде, мысалы, осы жолы айтып отырсыз, 350 кәсіпкерлер жиналып отыр деп, мысалы, бұл Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналып жатыр, мысалы, бұл өте қуантарлық жағдайда біздің қазақ халқының осындай дәрежеге жеткені деймін да. Мысалы, бұрындары біздің Қазақстанды тек қана сырттан ала береміз, біз тек қана шикізат шығаратынбыз сыртқа. Қазір біз айнала бастадық деген. Біз қазір енді таза өнім береміз. Біз сондай дәрежеге жеттік. Бұл өте қуантады. Және де біз осы жерде жүргенде халық оны алып қана қоймайды, бізге ұсыныстар түсіп жатады. Мысалы, жан жақтан бізбен жұмыс істегісі
келгісі келетіндер таянып жатады, дистрибьюторлық жаңағы құқықтарын сұрап жатады бізде. Бұл жерде өсуге өте керемет мүмкіндік бар. Көрмеге келген халықтың, аралап жүргендерді көреміз ғой, олардың көпшілігі жаныма келіп, шынымен ақ біз мына тұрмыстық химияны біз шығарамыз ба? Бұл бір жақтан әкеп мынандай жапсырма жапсырып қойған жоқсыздар ма деп, сонда халық таңғалып тұр, бұндай өнімдер шыға ма деп. Яғни солардың ішінде қаншама адамның мен де кәсіпкер болсам болады екен ғой, мен де осындай өнім шығарсам болады екен ғой деген бір үміттің шоғы түскені кеуделеріне, ол енді сөзсіз. Сондай бір ынталы адамдарға не бір кеңес, не ақыл айтар едіңіз? Егер адам, әрқайсы адам ниетіне байланысты ғой, егер адам өсем десе, адам егер де өзі болашаққа жарқын өзінің арманын орындауға мақсат қоя білсе, әрине оның жолы ашыла береді ол адамның. Мысалы, бізді кәсіппен айналысып бастаған кезде, біз бүйтіп барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінің кәсіпкерлерімен кездесеміз деген біздің ойымызда да болған жоқ. Біздің ойымызда тек қана өнімді шығару, сол өнімді сату деген сияқты болды да. Ал енді осы дамудың арқасында осы жерде біз жиналып отырмыз, қаншама кәсіпкер, мысалы, бұл деген өсуге қаншама мүмкіндік бар. Сондықтан да болашақта кім кәсіппен айналысқысы келеді, дамуға барып, егер де қаржылар болмаса, мысалы, жоспарларын көрсетіп, даму оларды қаржыландырып, көмектесіп, адам ізденген сайын жолы ашыла береді. Мысалы, біз де сол себептен мысалы дамуға келдік та, даму тек қана бізді қаржыландырған жоқ, ол ары қарай бізді өсуге мүмкіндік беріп отыр. Көріп отырсыз ба, бұл деген қандай керемет мүмкіндік беріп отыр да кәсіпкерге. Сіз үшін біз де қуаныштымыз, әлі талай белестерді бағындыратыныңызға және бұдан әрі дами түсетініңізге біз сенімдіміз. Сол күнге тезірек жетіңіз. Көрмеде кездескенше тағы.